Бәріңе сәлем. Бұл Лео фильмі арнасы. Бүгін мен шын өмірдегі оқиғаларға негізделген 2020 жылы шыққан Мавританис деп аталатын драмалық триллері туралы айтатын боламын. Егер қызық фильмдерді іздеген болсаңыз, арнаға тіркеліп, қоңыраушаны қосып қойыңыздар. Что бы вы ни решили, Ваша честь, да пребудет с нами Господь и Его прощение. Мавритания, 2001 жылдың қараша айы. 11 қыркүйек күні болған теракттан 2 ай өткен соң, Мухаммед Ольд-Слахи Германиядан туысқандарына келеді. Адамдар оның келгеніне қатты қуанады. Салтанатты мереке жалғасуда. Бір кезде оған сыртта оны Америкадан келген адамдар күтіп тұрғанын айтады. Мухаммедтің немере ағасы Бен Ладеннің тобында болғандықтан, оны іздестіріп жатыр. Мухаммед ештеңе білмейтінін айтады. Содан кейін ол киім ауыстыруға кетіп, байқатпай барлық контактілерді өшіріп тастайды. Анасы оның қайтып оралмауы мүмкін деп қатты алаңдайды. Нью-Мексико, 2005 жыл. Нэнси Холлендер сот отырысына барып, адвокат Терри Дункан есімді жас әйелден іс материалдарын сұрайды. Көшеде ол танысын кездестіріп қалады. Ер адам Парижде оған мавритандық адвокаттың жүгінгенін және сол қаралы күні алып кетіп, үйіне сол күйі оралмаған Мухаммедтің оқиғасын айтып береді. Туыстары 3 жыл оның тірі, өлі екенін білмеген. Қазір оның 11 қыркүйектегі терактты ұйымдастырушылардың бірі екені белгілі болды. Ер адам Нэнсиден қоңырау шалып, тұтқын туралы барлығын білуді сұрайды, бірақ оған ешқандай ақпарат бермейді. Нэнси әріптестеріне сотта Мухаммедтің мүддесін қорғағысы келетінін айтады. Себебі адамды сотсыз және тергеусіз түрмеге отырғызу заңсыз әрекет болып табылады. Терри Нэнсидің Кубаға сапарында оның көмекшісі болуға келіседі. Подполковник Стюарт Коуч екі жақсы таныстарымен 11 қыркүйек күні болған теракттың ұйымдастырушылары жайында сөйлеседі. Өйткені қазір оларға қарсы іс жүріп жатыр. Стюарттың досы мұнараға соғысқан ұшақтардың бірінде болды. Олар оған Мухаммед Слахидің ісін береді және бұл адам оның досы болған ұшақты оңтүстік мұнараға бағыттаған адамды жалдағанын айтады. Олар Стюарттың оған айып тағуын қалайды. Осы уақытта Нэнси мен Терри өте қатаң тәртіпті Гуантанамо түрмесіне келеді. Оларды Мухаммедпен кездесуге апарады. Түрмеде жасалған барлық жазбалар құпия болып саналады. Мухаммед ағылшынша сөйлей алатын өте жақсы адам болып шықты. Бұл Нэнси мен Терриді таңғалдырады. Олардың келгені Мухаммедті де таңғалдырады. Өйткені одан 3 жылдан бері күніне 18 сағаттап жауап алады. Ол тіпті не үшін айыпталып жатқанын білмейді. Содан кейін адвокаттар пайда бола салады екен. Қалайша? Нэнси сотта Слахидің мүддесін қорғауға мүмкіндік беретін қағазға қол қоюын сұрайды. Жігіт үйтіп келіседі және олардан анасына қоңырау шалып, жақсы сөздерді айтуды сұрайды. Ал Мухаммедті өлім жазасына кескісі келетін Стюарт Коучке қылмыскер туралы барлық ақпаратты көрсетеді. Әскерилер Стюарттың досынан айырылғанын қаншалықты ақылды пайдаланып, оны кек алу періштесіне айналдырады. Нэнси олардың Вирджинияға бару керектігін айтады, өйткені Мухаммед оларға хабарлама жіберді. Сонымен қатар ол Терриге оның сыни ойлау қабілетінің жақсы екенін және Мухаммед бұл істе кінәлі болуы да мүмкін екенін айтады. Бірақ олардың мақсаты оны түрмеден заңсыз ұстаудан құтқару. Вирджинияда оларды құпиялық бөліміндегі мұқият қорғалатын бөлмеге етіп апарады. Онда Мухаммедтің хаттары бар 2 конверт жатыр. Үкімет оларға бұл іс туралы білуге мүмкіндік бермегендіктен, олар өздері білуге тырысады. Олар қағаздарды оқи бастайды. Мухаммед 2002 жылдың 5 тамызын еске алады. Оның шашын алып, қолына кісен салып, бірдеңе егіп суретке түсіреді. Келесі күні оны жауап алуға апарады. Ер адамнан өткені туралы, сондай-ақ Аль-Каидамен жаттығулары туралы сұрайды. Стюарт шіркеуде қайтыс болған досының әйелін кездестіреді және ол кек алатынына уәде береді. Өйткені ол әділдік орнататынына сенімді. Бірақ солай ма? Намаз кезінде темір тордың арғы жағындағы біреу Мухаммедпен сөйлесе бастайды. Оның кім екендігін білуге мүмкіндік жоқ, өйткені барлық жер жасыл кенеппен жабылған. Ол Марсельден, ал Мухаммед Мавританиядан. Сол үшін олар бір-бірін Марсель және Мавританис деп атайтын болды. Марсельдік ер адамның нөмірі 241. Ол туралы біз білетін ақпараттардың барлығы осы. Үкімет ол туралы қандайды бір ақпарат беруден бас тартады. Нэнси бұл істі берген адамға барып, тұтқынның кім екенін білуге тырысады. Стюартке бұл істі Нэнси Холлендердің өз қолына алғанын, сондай-ақ оған Слахидің ісі бойынша хаттамаларда қайшылықтар бар екені туралы хабарлайды. Олардың мезгілі жоқ, бірақ Стюарттың танысының қолтаңбасы бар. Подполковник істің мән-жайын білу үшін досына Нилге барады.
Коуч бұл іс бойынша деректерге қол жеткізуді сұрайды, бірақ ештеңе ала алмайды. Құпиялылық бөлімінде олар Слахидің хаттарындағы маңызды мәліметтерді маркермен сызып, жасырады. Мұхаммедтен жауап алу кезінде Аль-Каиданың қатысушыларының бірі ол туралы хабарлағаны белгілі болды. Оны азаптап, ақыры соңына басқа біреуге жала жаба салуы мүмкін. Тергеушілерге Аль-Каидаға адамдарды тартқан Мұхаммед екенін айтқан. Егер ол мұның өтірік екенін дәлелдей алмаса, қатты зардап шегетінін айтады. Мұхаммед 241 нөмірлі тұтқынмен болып жатқан нәрселер туралы сөйлеседі және мектеп кезінде Германияда оқуға грант ұтып алғанын кездейсоқ есіне алады. 2005 жылы үкімет құпиялылық ақпаратқа қол жеткізуге рұқсат береді. Нэнси көптеген файл қораптарын алады. Бірақ олардың барлығы дерлік қара маркермен жасырылған. Бір нәрсе білу мүмкін емес. Стюартке тура сол файлдар келеді, бірақ еш түзетулерсіз. Формальды түрде мұның бәрі дәлел емес, бірақ Стюартке қысым болуы мүмкін. Сол үшін оған асығу керек болады. Бұл істе жеңіске жетудің жаңа жолын іздеп, ол қайтадан ескі досына келіп, құпия деректерге қол жеткізуді сұрайды. Бірақ ер адам қайтадан бас тартып, Стюарттың өзін Гуантанамоға ұшып, генералдан ақпаратқа қол жеткізуді сұрауын айтады. Нэнси мен Терри Мұхаммедке келіп, анасының айтқандарын жеткізеді. Онымен қоса, Терри кездейсоқ оның хаттарын оқып, құпиялылық деңгейін анықтайтын құпиялық бөлімі туралы айтып қалады. Бұл Мұхаммедті қатты ашуландырады, өйткені ол мұны тек Нэнси екеуінің араларында қалады деп ойлады. Бірақ әйелі оны сабырға шақырып, үкіметті сотқа беруге көндіреді. Гуантанамода Нэнси Стюартты кездестіреді. Ол оны сыра ішуге шақырып, содан кейін қиын әңгіме басталады. Стюарт өзінің жеңісіне сенімді, тіпті Нэнсиді бұл қылмыскерді қорғағаны үшін ұятқа қалдыруға тырысады. Жауап ретінде ол ер адамның өзіне шілей көп алып жатқанын айтады. Ұшақта Нэнси қорғау логикасын өзгертіп, Мұхаммедтен басқа тағы біреуді табу керектігін айтады. Стюарт тұтқындардың қандай жағдайда ұсталғанын көруге барады және қатты таң қалады. Камерадағы температура 11 градус. Ол генералдан неге бұлай істейтінін сұрайды, бірақ нақты жауап алмайды. Мұхаммед өзінің алғашқы махаббатын Германияда қалай кездестіргені туралы жазады. Ол теледидардан әлемде не болып жатқанын көргенде, өз елін қорғауға бел буады. Бірақ барлық мәселе оның 90 мен 92 жылдар арасында Аль-Каидада жаттыққанында. Тергеушілер одан тұтқындалған кезде неліктен телефондағы барлық контактілерді өшіргенін сұрайды. Мұхаммед достарына проблема тудырғысы келмегенін айтады. Тергеушілер бұған сенбейді. Мұхаммедтің көңілі түседі, бірақ ол берілмейді және Марсельге олар міндетті түрде бұл жерден шығып, үйлеріне жететінін еске салады. Нэнсиден сұхбат алуда, неге ол террористті қорғап жатыр. Әйел әділдік үшін күресетінін айтады. Стюарттың адамдарының бірі ақпаратты сұрағаны үшін жұмыстан босатылады. Нэнсиге Мұхаммедпен бірге болған Марсель деген адам туралы ақпарат таба алмағанын, мүмкін ондай адам мүлдем болмағанын айтады. Мұхаммед күзетшіден Марсельдік досы туралы сұрайды және оның қайтыс болғанына 1 ай болғанын біледі. Күзетші ер адамның өзін тұншықтырып өлтіргенін айтады. Нэнси мен Терриге Американың жалауын ұстап алғандар тиісте бастайды. Олар сот ғимаратының алдында 11 қыркүйек күні болған сұмдықты еске алуларын айтып, айқайлайды. Судья Нэнсимен келіседі және олар Мұхаммед Слахидің ісі бойынша түзетулерсіз ақпараттарды алады. Терри таң қалады, өйткені хаттарда Мұхаммед өзіне тағылған айыптың барлығын мойнына алған. Терри осы сәтсіз іске бола қанша уақытын құрбан еткенін айтады. Нэнси оның шағымдарын тыңдауға ниеті жоқ, егер кеткісі келсе, есік ашық екенін айтады. Терри көзіне жас алып кетіп қалады, ал Нэнси бұл іс бойынша жұмысын жалғастырады. Мұхаммед өзінен жауап алғандардың істі әскерилерге тапсырғанын және олар салаласып тұрмайтын ескерткенін есіне алады. Бөлмеге әскерилер кіріп, басына қап кигізеді. Нэнси Слахиге келіп, Терридің бұл істен бас тартқанын және оның хаттағы мойындаған жазбалары туралы сөйлеседі. Мұхаммед мұны күш қолданғаннан кейін мойындағанын айтады. Сонда Нэнси оған осы үшін хатты жазу керектігін түсіндіреді, әйтпесе ол шындықты қайдан біледі. Мұның бәрі Мұхаммедті ашуландырады, өйткені ол бұл жерден шығуына мүлдем сенімі қалмаған. Соңында Нэнси, егер ол хат жазбаса, оған басқа адвокат табатынын айтады. Стюарт өзінің досы Нилмен кездесіп, оны басқалармен бірге ақпаратты жасырды деп айыптайды, бірақ ақылға қонымда жауап алмайды. Мұхаммед оны азаптап, өлтіргенін мойындауға мүжбірлеген Нилдің есімін есіне алады. Слахи оның бәрін хатқа жазады. Нэнси Мұхаммедтің жаңа хат келіп түскені туралы біледі.
Түнде Нил Стюарттың кеңсесіне келіп, сол күндері не болғанын айтып береді және оған құпия жазбаларды көрсетеді. Сол түні Нэнси мен Стюарт Гуантанамода болған оқиға туралы шындықты біледі. Жігітті ұйқының болмауы, қатты музыка, дүрбелең тудыру үшін суды күштеп қою, ұрып соғу, жыныстық қорлау сияқты әдістермен азаптаған. Ол азапталған камерада есінен адасады. Стюарт болай болғанына сене алмайды, ал Нэнси хаттарды оқып жатқан кезде көзіне жас толады. Олар оны бірнеше ай бойы азаптап, үнемі ұрып соғып, қалаған нәрселерін жасаған. Ол мүлдем есін жоғалтып, тіпті сөйлей алмай қалған кезде, олар анасын ұстап алып, түрмеге жабатын айтып қорқытқан. Содан кейін Мұхаммед жасамаған ісін мойындауға шешім қабылдаған. Стюарт жағдайдың күрделілігін түсініп, шіркеуге барады. Содан кейін бұл істі сеніп тапсырған адаммен жолығып, айып тағудан бас тартатынын айтады. Бұл әрекеті үшін Стюартты сатқын деп атайды. Нэнси Мұхаммедті қолдауға келеді және одан жазған хаттарын кітап етіп шығаруды сұрайды. Стюарт заттарын жинап, жұмыс істейтін жерінен кетеді. Оны бәрі сатқын деп атайды, газеттерде ол туралы жазады. Ол Нэнсиге барып, бұл мәселені талқылайды және олар бір жақты болуды шешеді. Стюарт одан полиграф нәтижелері бар 32-ші нөмірлі қорапты қарауын сұрайды. Олар 2 рет оң нәтиже көрсеткен. Нэнси олардың көшірмелерін Терриге жібереді. Қыз ақырында 241-ші нөмірлі тұтқын және оның отбасын тапқанын айтады. Нэнси Терриді жұмысқа қайтарады. 2009 жылы жиналыс басталып, онда Слахи түрмеден бейне байланыс арқылы қосылады. Ол расизм және 8 жылдық ауыр түрме туралы әсерлі баяндама жасайды. 2010 жылы Гуантанамо түрмесінде ол істі жеңгені туралы хат алады және қуанышты күйде үйіне қайтады. Слахи істі жеңіп шықса да, ол тағы 7 жыл түрмеде отырды. Мұхаммед анасын көзі тірі кезінде көре алмай кетті. Ол 2003 жылы дүниеден озды. Нэнси мен Терри оған бостандыққа шыққанша күресуге көмектесті. Ұзақ сот процестерінен кейін Слахи өзінің Гуантанамо күнделігі деп аталатын кітабын шығарды. Ол 2016 жылдың 17 қазанында бостандыққа шықты. 14 жыл 2 айды түрмеде босқа өткізген Слахиге ешқандай айып тағылмады. Ол Мавританияға оралып, Китти есімді американдық адвокат қызға үйленеді. Олардың Ахмет деген ұлы дүниеге келеді. Бірақ виза мәселелеріне байланысты олар үнемі бірге өмір сүре алмайды. Нэнси Холландер әлі күнге дейін осы әлемдегі әділетсіздікпен күресуде. Стюарт Коуч әділет департаментінде иммиграциялық судья болып жұмыс істейді. Терри Дункан өлім жазасы тағайындалған істер бойынша адвокат болып жұмысын жалғастыруда. ақш-тың бірде-бір мемлекеттік органы Гуантанамо тұтқындарына қатыгездік жасағаны үшін осы уақытқа дейін кешірім сұраған жоқ. Достар, видеоны қарағандарың үшін үлкен рахмет. Бұл фильм туралы ойларыңызды комментарийге жазып, арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар.